Саламатсыздар ма? Мынау менің ойымша, мынау Қытайдағы қазақтарды жазалау ол бірден қазақтан бастаған жоқ, қытайлар. Олар ең алдымен ұйғырлардан бастады. Ұйғырлардың бәрін қамап, бәрін жазалап болғаннан кейін барып қазақтарға қарай көшті. Ал енді қазақтарда жаңағы біреулерді қамап жатса, басқалар барып жатса, оларды тасу үшін қамап жатса, біздің билік ешқандай жаңағы ештеңе қолданып жатпаса, не істеуіміз керекпіз? Енді Серікжанның істеп отқаны дұрыс деп ойлаймын, бүкіл дүние жүзіне жариялап отқанына. Жыламаған балаға емшек бермейді. Я, мысалға, сол дүние жүзіне паш еткеннен кейін барып, отбасыларын жаймен босатқандар да бар. Мына. Ал енді сіздер мына жерде Серікжан біздің туымызға тіл тигізді деп жатсыздар. Айналайындар, мына сөздің бәрін түгелмен тыңдасаңыздар, оны тікелей емес, оның әр сөзінің астарлап қарау керек. Дәлелдемей, жөндеп тыңдасаңдар, түсінесіңдер оның мән-мағынасын. Ол біздің туымызға тіл тигізген жоқ. Ол басқаша қылып айтты, астарлап сөйлеген сөзі бұл. Сосын сіздер айтып отырсыздар, мына ақын жазушыларымызға тіл тигізді деп. Әрине, баяғыда кеңес уақытында бір проблема болса, басымызға күн туған кезде, шын мәнінде ақын жазушылар да өздерінің жаңағы осы ақындар ақындылығымен, жаңағы ұшқыр тілдерімен, жаңағы өздерінің ойларын айтатын. Мына ақындар да өз ойларын айтатын айтыстарда. Ал қазіргі заманда мен білмеймін, енді өз басым ешқандай да ақын жазушылардың Қытайдағы қазақтарды жазалап жатқанына ешқандай үн қосып жатқанын естіп жатқан жоқпын. Бір жағынан мен ойлаймын да, Серікжанның айтып жатқан сөзі, неге біздің ақын жазушылар үндемей отыр? Неге олар да айтпайды? Қылқаламмен неге жазбайды? Мына өткір тілімен неге айтпайды айтатындарын? Олар да осы Қазақстан азаматтары ғой. Ал енді сіздерге айтайын, қу ағаш, қу домбыра деп отырсыздар, біздің домбыраны, иә? Сондай деп айтып қойды Серікжан деп отырсыздар. Сіздер өздеріңізде көріп отырсыздар, біздің теледидарымызда осы қанша болды? Барлығы ән мен күй, телесериалдар болып кетті, түрікше сериалдар, жаңағы баяғыда бір бразильский сериалдар көбетін, қазір енді өзіміздің Қазақстан мемлекеті де сериал шығаруды үйреніпті. Енді байқасаңыздар, өңкей сондай нәрселер басқан. Ал сіздер, неге сіздер ойланбайсыздар? Біздің мемлекетте тек қана ән мен күй ғана емес, біздің мемлекетте адам баласы әнші болуды ғана армандамай, олар болашақта ұшқыш болуды, жақсы дәрігер, жақсы мұғалім болуды, жақсы ғалым болуды, сондайды армандамайды қазіргілер. Я, бәрі әнші болғысы келеді, бәрі артист болғысы келеді. Ал енді бұл мемлекеттің барлығы тек қана әншімен, жаңағы күйшілерден ғана құралған емес қой. Бұл жерде де өзінің экономикасын дамытатын адамдар болу керек. Болашаққа қарайтын адамдар болу керек. Ғылым, білім даму керек. Түсініп отырсыздар ма? Оның айтып жатқан сөздерінен мен сондай деп түсінемін. Ол неге біздің халқымыз тек қана ән мен күйге ғана назар аударады? Неге ғылыми жаңағы өндіріске назар аудармайды? Неге бізде өзіміздің қазақи завод, фабрикаларымыз ашылмайды? Міне, оның сөздері осыған келіп тұр деп ойлаймын. Сөздерін жақсылап тұрып тыңдасаңыздар, сіздер де соны түсінерсіздер деп ойлаймын. Ал енді сіздерге тағы да айтатыным, мынау бияшылы Қытайдағы қандастарымызды Қытайлар зорлапты деп айтып жатыр дейсіңдер. Үйтіп сөзді басқаша қылып айтудың қажеті жоқ. Оның лекцияларын мен де тыңдап жатырмын ғой. Мына сөзінен, мысалға, жақсылап тұрып астарлап қарасақ, ол жақтағы басқа ұлттардың, ұйғыр халқы, қазақ халқы және басқа да
мұсылман халықтарын қытайлық ассимиляция жүріп жатыр деген, мысалы, сондай мағынада түсініп жатырмын. Мысалы, өз басым. Яғни орысша айтқанда ассимилируют мусульманские народы дейді ма? Сондай болып жатыр. Мысалы, одан кейін мына жерде Серікжанды халықты жікке, топқа, руға бөліп жатыр дейді, арасына от жағып жатыр дейді. Олай айтпаңыздар. Бұл жерде ондай емес. Ол керісінше әрбір қазақ бөлінбей, бірігіп, бір ұлт болайық. Бәріміз өте ұйымшыл болғанымыз дұрыс деп, мысалы, лекцияларына мен сондайын естіп жатырмын. Серікжанның. Оның сөзін тыңдап басқаша қылып бұрмаламаңыздар. Оның еңбектерін қазақ халқы жоғары бағалайды. Тек қана қазақ халқын емес, оның лекцияларын тыңдап атқан, және де басқа ұлттар, қазақша түсінетін ұлттар оларды тыңдайды деп ойлаймын. Себебі оның ақпараттары өте қажетті біздің елімізге, біздің халқымызға. Одан кейін сіздер мына жерде арыздарыңызды жазыпсыздар. Мына жергілікті қазақ пен жаңағы Қытайдан келген қазақтар арасында от салып жатыр деп. Айналайындар, өйтіп айтпаңыздар. Жергілікті қазақтар мен Қытайдан келген қазақтар деп бөлінбеңдер. Біз бөлінбейміз. Біз жергілікті қазақтар ешқашан бөлінбейміз, қайықтан келсе де қазақ. Себебі біз бәріміз бір елміз, бір ұлтпыз, бір халықпыз. Одан кейін мына жерде 1000 теңге жинайтын чат ашыпты дейді. Сіздерге айтайын, ешкімге олар ақша төлеңдер деп міндеттеп атқан жоқ. Бергісі келгендер береді. Ешкімді ешкім алдап жатқан жоқ. Берілген ақша ол жаңағы адамдардың өздерінің жүректерінен шығып жатыр, солай береді. Мен солай деп санаймын. Одан кейін сіздер айтайын, ешқандай сыйластықты ол қазақ арасында ешқандай сыйластықты бүлдірген жоқ. Ешқандай жергілікті халық оларды, яғни Қытайда келген қазақтарды жек көріп, жаман көзбен қарап жатқан жоқ. Сіздер үйтіп өтірік жала жаппаңыздар. Одан кейін сіздерге айтайын, мынау жаңағы 1000 теңгеден бергісі келген адамдар береді, ал бергісі келмеген адамдар бермейді. Мен білмеймін сіздер қайықтан ақша алып жатқандарыңызды. Бірақ қандай үйім болса да, сіздерге айтайын, ол сумен жүрмейді. Оларға бәрібір жылу беріп тұру керек. Кішкене де болса да, ана көшедегі қайыр тілеп тұрғандарға да ақша беріп жатырмыз ғой? Мешітке де ақша тастап кетіп жатырмыз. Алланың разылығы үшін. Немеге бұл жаққа да тастамасқа. Тастағанда да ешкімді зорлап жатқан жоқ. Тастайсың деп ешкім айтып жатқан жоқ. Тастаса өз атынан тастайды. Алла разылығы үшін. Беріп жатырмыз ғой, ана жаққа да, мына жаққа да ақша. Мен қаншама Серікжан Бияшының лекцияларын тыңдадым. Бұл жерде әлеуметтік желілерде лекцияларында билікті аудару идеялар жоқ. Онда ешқандай ештеңкесінде естіген жоқпыз. Олай айтпаңыздар. Керісінше Серікжан билікті қолдайды. Биліктің жұмыс істеп жатқан жұмыстары дұрыс деп санайды. Және халықты, мысалға, ешқандай митингке, ондай жаңа халықты билікке қарсы тұруына ешқашан ондай ештеңке айтпайды. Ол керісінше билікті мақтап отырады. Биліктің сөзін сөйлеп отырады. Ал сіздер мұнда жаңағы Серікжан Белаш қанша уақыттан бері қазақтар бері қарай Қазақстан қарай көшіп келе жатты дейсіздер. Сол жолды бөгеттеп тастады дейсіздер, иә? Ал енді Серікжанның ана жағын аңдып отырсыңдар, қай жерде түшкірер екен, қай жерде жөтелер екен, қай жерінде жаңағы шалынар екен деп отырасыңдар. Әрбір жерінен әйтеуір аңдып, жаңағы істесе де, істемесе де әйтеуір өтірік жала жауып жатсыңдар ғой. Сендер кешіріңдер, бірақ мысалға ол бір адам бір жерде қателессе, сендер неге онымен дұшпан боласыңдар? Сендер де қазақсыңдар ғой, оны ұлтшыл дейсіңдер, иә? Оны ұлтшыл дейсіңдер. Ол ұлтжанды адам, ол қазақ елін сүйеді. Сонда сіздер сүймейсіздер ма? Ол қазақ елі үшін жаны күйіп жүрген адам. Ал сіздерге сонда бәрібір ма? Сонда сендердің ұлтжандылықтарың жоқ болғаны ма?
Неге соншалықты Серікжанның артына жабысып алғансыңдар? Өтірік жамандайсыңдар. Енді немет өтірік бір не жазыпсыңдар, неме анау? Өлең жазыпсыңдар. Серікжан онда өлеңді жазбапты да, мысалға. Өтірік өлеңді жазып, сол бір үйіне тастап кетіпсіңдер. Неге сендер үйтіп жасайсыңдар? Неге сендер өтірік жала жабасыңдар? Сендер үйінде жоқ бола тұра үйіне кіріп, неге сендер үйін аралайсыңдар? Сендердің қандай хақыларың бар біреудің үстінен өтірік жала жабуға? Ол діни экстремистік сипаттағы уағыздар жүргізді дейсіңдер, иә? Әсіресе ұлтшылдық бағыттағы лекциялар дейсіңдер. Не сонда ұлтшылдық деген сөздің өзі дұрыс емес па? Ұлтшылдық деген ол өз ұлтын сүю деген сөз деп түсінемін. Ұлтжандық ол, басқа сөзбен айтқанда. Серікжан Белаш ұлтшыл болып ешкімді кемсітіп жатқан жоқ, ешкімге тілін тигізіп жатқан жоқ. Ол шетелде не болып жатыр? Соның барлығын қазақ еліне жеткізіп жатыр. Себебі бұл қазақ еліне қажет. Қазақ елінің көзін ашуға қажет. Сіздер неге сондай қазақ еліне пайдалы нәрселер жасамайсыңдар? Керісінше қазақ еліне керекті адамдарды, мысалға дұрыс ақпараттарды жеткізіп отыратын адамдарды сендер өстіп кінәлап түрмеге тығуға тырысасыңдар. Сонда сіздер кімге қызмет етіп жатқан адамсыңдар? Біздің мысалға билік мысалға Серікжанмен екеу бір деп санаймын. Себебі Серікжан әрқашанда билікті қолдайды. Биліктің сөзін сөйлейді. Биліктің не істесе де әрбір тірлігін дұрыс деп санайды. Серікжан Белаш. Мен де оның осы істеп жатқан тірлігін дұрыс деп санаймын. Біз билікпен біргеміз. Иә, ал сіздер өтірік, арандатушылық жасап жатсыздар деп санаймын. Әделеп осы алауыздықтар тудырып жатсыңдар. Мысалға, яғни Серікжанды шын мәнінде ондай адам болмаса да өтірік жаңағы халық арасында алауыздық тудырып жатыр дейсіңдер. Ал менің ойымша, керісінше сіздер неғұрлым Серікжанның қазақ елінің басына жаңа күн тудырып жатсыңдар, соғұрлым қазақ елі соғұрлым бірігеді. Сіздер соны түсініңіздер. Сіздер керісінше қазақ елін біріктіріп жатсыңдар. Сендерге сол үшін рахмет. Жергілікті қазақтар, Қытайдан келген қазақтар, Түркиядан, шетелден келген қазақтар, бәріміз бірігіп жатырмыз. Бір ел, бір жұрт болып жатырмыз. Осы сендердің, осы жалаларының арқасында. Мен түсінбедім, мына жерде Америка батыс ақпараты деп аталған кейбір негізсіз жалған ақпараттарды таратады дейсіздер, иә? Ел ішінде арандатушылық жасап жатыр дейсіздер, алауыздықтар тудырып жатырсыздар дейсіздер. Ал сонда мысалға оның ішінде ақпарат, мысалға Қытайдағы 500 мың қазақ түрмеде қазақтарды өлтіріп, ішкі органдарын сатып жатыр деп айтады. Ал енді осының бәрін естіп жатып, сіздер жаңағы Серікжанды кінәлап жатсыздар, иә? Ал неге сіздер бар ғой, қайта қазақ еліне осындай нәрсе жасалып жатыр екен ғой деп жаңағы жанашырлық танытпайсыздар? Мысалға, неге сіздер керісінше патриоттық сезімдерің оянып, жаңағы бұл ақпаратты мысалға дұрыс деп танымайсыздар? Сонда сіздердің ойыңша, мынау батыс Америка ақпараты өтірік ақпарат таратып отқаны ма? Сонда сіздердің айтып отқан сөздеріңіз бәрі шын, ал Американың батыс ақпараты өтірік айтып тұр деп ойлайсыздар ғой, иә? Ал енді сіздерге айтып жатсыздар, өтірік жала жауып жатыр дейсіздер. Мысалға, кімге жала жауып жатыр? Ол егер өз қазағын ол жақтағы жақтасып жатса, осындай нәрсе жасалып жатыр деп керісінше дабыл қағып жатса. Мына жерде Серікжан Белашұлы неше жылдан бері әлеуметтік желіде және әдеттегі сөздерінде қазақ билігін еш дәлелсіз Қытайдың қызыл ақшасына сатылған дейсіздер, иә? Ал нақты бәрі сатылды деп айтқан жоқ қой, мүмкін арасында біреулер бар шығар. Бірақ түгелінен бәрі сатылды деп айта алмаймыз. Себебі бізде билікті қолдаймыз.
сіздер мысалға айтып отырсыздар, мысалға қанша ақша берілді, кімдерге, қанша мөлшерде, қай уақытта берген дәлелдеп беруін қатаң талап етеміз дейсіңдер. Ол сіздерге не, банк па? Жоқ, банкпен жаңағы қарым қатынаста ма? Шетелден келетін мысалға ақшалардың барлығын оны билік толығымен тексере алады. Серікжан емес. Керісінше бір қалтасында банкты салып жүргендей болып сөйледіңдер ғой оған. Бірақ менің сұрағым бар. Мына Серікжан, Белаш, мына шетелде болып жатқан, мысалы, мына Қытайда болып жатыр, осындай қазақ еліне зардап көрсетіп жатыр дегенде, сіздер неге соншалықты Серікжанға қарсы шығып жатсыңдар? Сонда сіздер шында да Қытайды қолдап жатсыздар ма? Бүкіл дүние жүзі қазір көріп жатыр оның барлығында. Бүкіл дүние жүзі қарсы шығып жатыр. Сонда сіздер неге Серікжанға қарсы шығып жатсыңдар? Бүкіл Қазақстанның қазақтары қолдайды Серікжанды. Сіздер мына жерде 50 шақты адамсыздар ма? Қанша адамсыздар? Неге соншалықты қарсы Серікжан үстінен арыз жазып жатсыңдар? Ал сіздер ойламайсыздар ма, осы жердегі қанша қазақ бар, миллиондаған қазақтар, сіздердің 50 шақты адамның үстінен арыз жазса, өздерің күліп паршаларың шығатынын білесіңдер ма? Так что сіздерге айтатыным, біреуге арыз жазар алдымен ойланып көріңдер. Сендер кімге қарсы шығып жатқандарыңды? Өздеріңді көріп отырсыңдар, өткір қазақ халқы оның сөзін сөйлейтін. Серікжан Белашұлы 2019 жыл 3 наурыз күні ұлттық араздық тудыру бабымен ұсталып, Қазақстан Республикасының қылмыстық істер заңын бойынша мысалға Астанаға алып кетілді. Дұрыс па? Ал енді өздеріңіз көрдіңіздер, ол жақта да, бұл жақта да қазақ халқы қалай келіп, жаңағы Серікжан үшін қалай мысалға сотына келіп қатысып жүрді. Мысалға Серікжанның сөзін сөйлейміз. Біз бәріміз де сөйлейміз Серікжанның сөзін. Ал енді ол мысалға әлеуметтік саяси қимылдарға қатыспайтын болып жазаланған дейсіздер. Айналайындар, ол атажұрттың басшысы болған басында. Оны ол жақтан алып тастады. Болды ғой. Сол емес пе негізі көзделген мақсат? Ал енді сіздер айтып отырсыздар, мына жерде арандатуын жалғастырып жатыр дейсіздер. Қандай арандатушылығын жалғастырып жатыр ол? Бүкіл дүние жүзіндегі айтып отқан ақпаратты бізге жеткізіп отқаны ма? Сол ма арандату? Сіздер мен олай деп санамаймын, мысалға. Оны арандатушылығын жасап жатыр деп ойламаймын. Ол ешқандай да қылмыскер емес. Менің ойымша, осы Серікжанның үстінен жазып жатқан, осындай арандатушылық, өтірік жалалар жауып жатқан адамдардың өздері жауапқа тартылуы тиіс. Себебі Серікжан бүткіл қазақ халқы үшін ол батыр. Ол жаңа шетелдегі болып отқан барлық ақпаратты бізге жеткізуші ретінде танимыз. Және де ол Қытайда болып жатқан, қазаққа көрсетіп отқан зұлымдықты бізге жеткізген үшін оны біз арандатушы ретінде танымаймыз. Ол керісінше біздің көзімізді ашушы ретінде танимыз. Сіздер соны түсініп қойыңыздар.